Epson L222. Так, екі каплемен бумаганың светі жанып кетті. Егер сондай причина болатын болса, артында бір шурупты көріп тұрсыз ғой. Соны ашсаңыз, мынау алынады. Отсорбер алынады. Соны алып тастайсыз да, түсіріп алғанда ішінде тұрады, губкалар тұрады, көресіз. Такая мусорда жатыр. Сол толып кетеді. Краска ана сіңе береді, прокладка ол, былай айтқанда. Сол толып кетеді. Уау берістен. Так, прокладка Epson L222 десеңіз шығып, губка, ақ губка. Характеристикадан қарауыңыз, точно L222-ге баратын ба. Заказ бересіз, өз ампеңнен тұрады. Заказ бересіз, и бана қара өзінікін алып тастайсыз да, толып кеткенде ішін тазалап сүртіп аласыз да, влажныймен бірдеңемен. Новый губка саласыз. Сосын обратно қатырып тастайсыз. Обратно қатырып тастағаннан кейін мындай тұр ғой мынау. Дәл осы атты интернетке жазасыз да, скачать етіп аласыз, именно L222-ге бар ғой. Сосын извлечь дегенді басасыз да, мына рабочий столға окей деп басып жібересіз. Сосын мынандай шығады. Мынаған кіресіз, кіргеннен кейін мына жерден мысалы select таңдайсыз, мына жерден модель таңдайсыз. Так, L222. Мына жерден L222 таңдайсыз да, окей дейсіз. И сосын мынаны басасыз. Осыны басқанда осындай шығады. Соны именно, так, қарауыңыз, мына көпсі. Осыған кіресіз, окей деп. Mine pad деген таңдайсыз да, check дегенді басасыз. Мен істеп тұрмын, қазір қолтып тұрған жоқ. Check дегенді басасыз. Өз туатта мына процент аномалар көрсетеді. Сосын қайтып таңдайсыз осыны, қайтып галочка қоясыз да. Мынаны таңдайсыз, в общем. Ошибканы өшіп тастайды ғой. Мына таңдайсыз. Қайтып загрузка жүреді, мына жерге бір окошко шығады, ок дегенді басатын. Оны бассаң да қайтып шығып кете береді. Сол кезде кнопканы басасыз да, принтерді өшіріп тастайсыз. Принтерді өшіргеннен кейін барып окейді басасыз, болды, окейді басасыз, кетеді ғой сол. Принтерді қайтып қосасыз, қайтып қосқанда уже ана капля кетіп қалады, ошибка бар ғой, кетіп қалады. Отсорбер толып кеткесін соны көрсетіп тұрады, ошибка. И сіз алып просто ауыстырып тастағаннан мынау білмейді да сіздің ауыстырғаныңызды. Мынадан программадан өшіріп тастау керек болады. Болды? Сонымен проблема бітіп кетеді. Сервиске апарсаңыз банағыдай запчасть 5000 теңге, за работу 3000 теңге сөйтеді да. Өзіңіз 1-2 мың теңгемен бітіріп аласыз.